Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде ағылшын тілін нөлден бастап үйрену курсының 5-ші сабағы, яғни 5-ші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы What is a noun? Зат есім дегеніміз не? Яғни бүгінгі сабақта зат есім туралы өтетін боламыз және зат есіммен танысатын боламыз. Noun is nothing more than a word that is going to name something, be it a person, place, thing or idea. Зат есім дегеніміз сөзден артық ештеңе, яғни бір сөзден артық ештеңе болмайды, және де ол қандай да бір заттың есімін білдіреді, яғни предметті білдіретін дүние, яғни зат есім болады. Ол адам болады, ол жер болады, қандай да бір место, ол зат бола алады, ол идея бола алады, ол қандай да бір профессияның аты, мысалы біз мұғалім дейміз, мұғалім кім дейміз, оның барлығы зат есімге жатады. Ағылшын тілінде де дәл солай. Nouns in sentences play the role of subject, indirect and direct object. Яғни бізде сөйлем ішінде зат есім subjectті білдіреді, яғни немесе есімдікті білдіреді кейбір жағдайда. Және де ол зат есім бізде мысалы қазақ тілінде деректі дерексіз болып табылады ғой. Деректі деген біз оны көре аламыз, қолмен ұстай аламыз, ал дерексіз деген мысалы махаббат сөзі дерексіз, біз оны ұстай алмаймыз, біз оны не махаббат деп сұрақ қоямыз. Сол сияқты ағылшын тілінде де кездеседі. Ал енді зат есім дегенімізді қысқаша айта кеттік, ол кім не деген сұраққа жауап береді. Ол адамның аты да бола алады, жер де бола алады, зат та бола алады, идея да бола алады. Мысал келтірейін кішкене. Мысалы адамның атын алатын болсақ, Брентон Люси. Люси деген адамның аты. Бір қандай да бір жерді алайық. Мысалы Алматы қаласын алайықшы. Алматы қаласы ол бізде не? Қала енді не деген сұраққа жауап береді? Сол сияқты. Немесе бір затты алайық. Мысалы телефон бізде гаджет, бұл телефон не деген сұраққа жауап береді? Немесе идеяның өзінің барлығы не деген сұрақтарға жауап береді. Немесе профессия, жалпы заттың атын білдіретін барлық сөздер зат есімге кіреді. Жай ғана осылай тоқталайық. Ал енді зат есімнің түрлеріне тоқталайық. Common nouns, proper nouns, conjugate nouns, abstract nouns, compound nouns, collective nouns, countable nouns, uncountable nouns. Біз бүгінгі сабақта uncountable nouns, countable nounspен танысатын боламыз. Uncountable nouns and countable nouns. Саналатын зат есімдер, саналмайтын зат есімдер болып екіге бөлінеді. Саналатын зат есімдер сөздің өзі айтып тұрғандай, біз саналатын зат есімдерді санай аламыз. Uncountable nouns, саналмайтын зат есімдер, яғни біз оларды санай алмаймыз. Енді айта кеткенімізде зат есім екіге бөлінеді. Жалпы барлық түрлердің ішінен екіге бөлінеді. Countable nouns, uncountable nouns. Саналатын зат есімдер, саналмайтын зат есімдер. Суретте мысалы күнделікті жеп жүрген тамағымыздан мысал келтірдім. Countable nouns. Бургер, біз бір бургер, екі бургер деп заказ етеміз. Сэндвич, бір сэндвич алам, екі сэндвич алам деп заказ етесіздер, иә. Сол сияқты санай алатын, бір штуктап, штук етіп санай алатын заттар бізде саналатын зат есімге кіреді. Ал енді uncountable nounsқа тоқталайық. Мысалы, қарапайым су. Қарапайым су бізде саналмайды. Біз оны uncountable nounsқа жатқызамыз. Саналмайтын зат есімдер. Біз оны мүлдем санай алмаймыз. Біз оны литрлеп қана айтамыз. 1 литр, 2 литр, 3 литр, 4 литр, 5 литр деп, иә. Бірақ біз 1 капля, 2 капля, 3 капля деп санамаймыз ғой. Біз оны саналмайтын зат есімдерге жатқызамыз. Сол сияқты кез келген сұйықтықтар, сок болсын, сүт болсын, кофе, чай, барлығы саналмайтын зат есімдерге жатады. Және суп ол бізде тоже сұйықтық, сұйық тамақ, оны да біз санай алмаймыз. Етті де санай алмаймыз, 1 ет, 2 ет деп санамаймыз, килограммдап айтамыз. Одан кейін бізде
Шашты санамаймыз. Біз шашымызды бір штук, бір тал шаш, екі тал шаш, үш тал шаш деп санамаймыз ғой. Шашымызды мүлдем санамаймыз. Ол саналмайтын зат есімге жатады. Мысалы, шекер, яғни құм шекер, немесе а, райс, яғни күріш. Күріш бізде саналмайды. Біз бір күріш, екі күріш, үш күріш деп санамаймыз. Оны тек қана килограммдап айтамыз. Сол сияқты штуктап саналмайтын барлық зат есімдер бізде uncountable. Саналмайтын зат есім. Менің ойымша барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Мына жерде countable and uncountable nouns кішігірім кесте сияқты жазып кеткен. Countable nouns, мысалы біз бүгін бір алма жедім, ал обедте екі алма жедім деп сөйтіп санап айта аламыз. Cat, мысық, жануарлар, бір мысық, екі мысық деп санай аламыз. Ресторан, бір ресторан, екі ресторан, үш ресторан, ол адамның 4 рестораны бар екен деп айта аламыз. Book, саналады, яғни бір кітап, екі кітап, мен бүгін 7 кітап алдым дегенде санай аламыз. Және де қалған заттың барлығын біз ұштап, көзімізбен бір тауын, бір штугын ұстап, санап айта алатын зат есімді біз саналатын зат есімге жатқызамыз. Ал енді қолымызбен ұстап, ұштықтап, айта алмайтын затымызды біз саналмайтын зат есімдерге жатқызамыз. Uncountable nouns. Water, cheese, milk, bread, rabbit, research, soil, cotton, time, sand. Біз уақытты санай алмаймыз. Естеріңізде болсын, ешқандай жағдайда біз уақыт санамаймыз. Ол ағылшын тілінде әрдайым uncountable nounsқа жатады. Бүгінгі сабақ кішігірім ғана сабақ болғандықтан, тек қана осы информацияларды айтатын боламын. Ал ендеше осы бүгінгі тақырыпқа байланысты осындай кішігірім сабағымызға байланысты тапсырманы орындауларыңызды өтінемін. Бүгінгі сабақта біз uncountable nouns, countable nouns, саналатын зат есімдер, саналмайтын зат есімдермен таныстық. Міне, countable nouns деген бізде саналатын, алдына деген шыққан кезде саналмайтын, уже негативно етті бұл сөзді. Uncountable nouns саналмайтын, countable nouns саналатын зат есімдер. Мына тапсырмаларды орындауларыңызға кеңес беремін. Сонда білімдеріңізді күшейтіп нығайта түсесіздер. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақта біз зат есімдермен таныстық. Зат есім нелерді білдіреді, қай жағдайда қолданылады, яғни сөйлемдерде не болып келеді, соның барлығын айттым. Және де зат есім түрлерін айттым. Және де біз соның ішінде саналатын және саналмайтын зат есімнің екі түрімен таныстық. Соған байланысты тапсырмаларды орындадық. Тапсырмалардың дұрыс жауабын білу үшін келесі сабақты көрулеріңіз керек. Сол жерде мен ең алдымен үй жұмысын қорытындылап бастайтын боламын. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңыз. Міндетті түрде арнаға жазылып, колокольчик белгісін басып қойсаңыз, әрбір сабақты жібермей қарап отырасыз.